Сәлем, сүйікті көрерменім. Арнама жазылып, осы керемет ертегі әлеміне бірге сапарлайық. Ертеде. Асылайдың алтын жүрегі. Сонау асқар таулардың етегінде, табиғаты көркем бір ауылда Асылай есімді қыз өмір сүріпті. Ол өте мейірімді, ақылды әрі адал қыз болған екен. Анасынан ерте айырылған Асылай әкесімен бірге тұрыпты. Әкесі қарапайым ұстахана иесі, еңбекқор жан екен. Асылай кішкентайынан үлкенге құрмет, кішіге қамқор болуды үйреніп өсіпті. Таңертең ерте тұрып, әкесіне көмектесіп, үйдің тіршілігін дөңгелетіп отырған. Ауылдағы үлкен кісілер оны ерекше жақсы көріп, батасын беріп жүріпті. Бір күні ауылға қатты боран соғып, үйлер жарықсыз қалады. Қар қалың жауып, жолдар жабылып, дүкен мен дәріханаға жету мүмкін болмай қалады. Сол кезде ауылдағылар үрейленіп, не істерін білмей жатқанда, Асылай ештеңеден қаймықпастан, шанасына азық түлік, дәрі-дәрмек салып, көршілеріне көмектесе бастайды. Асылай жаяу жүріп, қар кешіп, ауырып жатқан әжеге дәрі апарып береді, жалғыз бастан аға сүт жеткізеді, тоңып отырған балаларға қолғабын, мойын орақшын береді. Жүрегі жылы, жаны мейірімге толы Асылай ауылдың үмітіне айналады. Сол күннен бастап Асылай тек өз ауылына ғана емес, бүкіл өңірге үлгі болады. Жылдар өте ол үлкен жүректі қайырымды әйелге айналып, елге көмектесуді жалғастырады. Асылайдың есімі мейірімділіктің, батылдықтың символына айналады. Егер бұл ертегі жүрегіңе жетсе, арнама жазылып, қолдау ретінде жүрек пен жылы пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі ертегімізде жолығайық, сүйікті көрермен.